Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 98 сабақ тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер. Сен есе артық немесе есе кем қатынастарымен байланысты тура және жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйренесің. Бірінші есепті шығар. Тігінші 4 шапан және одан 3 есе артық камзол тікті. Тігінші неше камзол тікті? Шешуі. 3 есе камзол тіксе 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12. Жауабы тігінші 12 камзол тікті. Екінші есепті шығар. Тігінші 12 камзол тікті. Бұл шапандарға қарағанда 3 есе артық. Тігінші неше шапан тікті? 12-ні 3-ке бөлеміз. 4-тен тігінші 4 шапан тікті. Келесі үшінші есепке барсақ, бірінші және екінші тапсырмалардағы есептерді салыстыр, қорытынды жаса. Яғни, бірінші есепте көбейту болып тұр, екінші есепте бөлу болып тұр, балалар. Қосымша өздерің ойларың болса, айтып кетсеңдер болады. Төртінші есепте теңдеу құрып шығар. Күбіде 15 литр қымыз бар, бұл тоқтықтағы қымызға қарағанда 3 есе артық. Торсықта неше литр қымыз бар? Шешуі. Бұнда бұл жерде теңдеу шығар деп тұр. Теңдеу шығарғанда міндетті түрде бізде белгісіз сан болу керек, Сол үшін 3-ті x-қа көбейтеміз, есе артық деп тұр. Бұл 15 литр қымызға тең болып тұр күбідегі. Осы жерде белгісіз санды табамыз, белгісіз санымыз 5 болады. Яғни жауабы торсықта 5 литр қымыз бар. Осылай шығарсақ та болады, балалар. Бесінші жазулар бойынша есептер құрастыр. Бірінші есептің шешуі тұр, шешулер тұр, біз есеп құрастыруымыз керек. Біріншіге бұлай құрастырып көрсек болады, балалар. Жәшікте 13 кг алма бар. Бұл себеттегі алмадан 3 кг артық. Себетте неше килограмм алма бар? Екінші есепте жанама есеп. Себетте 10 кг алма бар. Ол жәшіктегі алмадан 3 кг кем. Жәшікте неше килограмм алма бар? Осылай шығарсақ болады екен, балалар. Тағы да басқа өздерің жанама жауаптарың болса, әрине орында қабылдауға болады. Алтыншы есепте теңдеулерді шеш. 5 көбейту с тең 35. Бізде бұл жерде с белгісіз сан болып тұр. 35-ті 5-ке бөлеміз, яғни белгісіз санымыз 7-ге тең. 7-ні белгісіз санның сының, яғни орнына қойып, теңдеуді тексереміз. Екінші есепте x азайту 19 тең 27 азайту 9. Бұл жерде теңдіктің оң жағын шығарып аламыз алдымен. Сол кезде x азайту 19 тең 18 болады. X тау үшін азайту 19-ымыз оң жаққа ауысқанда плюс қосылған 19 болып қойылады. Сонда бізде мәніміз 37 болады. Белгісіз санды x-тің орнына қоямыз да теңдеуіміз тексереміз. 37-тен 19-ды аламыз. 18. 27-тен 9-ды аламыз. 18. Теңдеуіміз дұрыс. Келесі теңдеуде бірінші жақшаның үшін орындап аламыз. 42-ден 17-ні алсақ 25. Одан не бар бигіріп табамыз. 34 жерде 25, мияқта керісінше азайту 25 болып ауысады. Белгісіз санымыздың орны 9 болды. 9-ды егіктің орнына қойып теңдеуімізді тексереміз. Түсінік шығар, балалар, Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетсеңдер болады. Біз ары қарай есепті жалғастырамыз. Жетінші есепті теңдеу құрып шығар. Торсықта 5 литр қымыз бар. Бұл күбідегі қымыздан 3 есе кем. Күбіде неше литр қымыз бар? Шығарып көрек, теңдеу құрып дейді. Яғни 3 есе кем деп тұр бізде. Күбіде, жалпы күбіде қанша литр қымыз бар дейді, ол белгісіз. Сондықтан белгісіз санды біз 3-ке бөлсек, бізде торсықтағы қымыз шығады. Белгісіз санымыз 2, керісінше бізде бөліміміз көбейту болып ауысады. Сонда 3 5-іміз 15. Жауабы күбіде 15 литр қымыз бар. 8-ші есепте сөз жұмбақты шеш. Өрнектің атауы. Қосынды деп алсақ болады. Тәуліктің бөлігі бізде күн немесе түн.
Мысалға біз күндеп алдық, түндеп алсақ та болады. Үшінші арифметикалық амал. Көбейту. Арифметикалық амалдар бізде не бар еді, балалар? Қосу, азайту, көбейту, бөлу, иә? Келесі 4 сан дейді. 4 әріптен тұратын сан. 7 шама. Бізде қандай шамалар бар еді? Жылдамдық, уақыт, жүрген жол, ұзындық, салмақ. Қайсысы келеді екен? Ұзындық келеді екен. Геометриялық фигура. Естеріңіздер балалар, геометриялық қандай фигуралар бар еді? Бұрыш. Теңдік емес, теңдік болмаса демек ол не? Теңсіздік. Бұл жерде бізде қандай сөз шықты? Сүйінші деген сөз шықты. Сүйінші деген қандай мағынаны білдіреді балалар? Сүйінші деген қандай мағынаны білдіреді балалар? Жақсы жаңалықты жеткізу. Сүйінші деп аталады. Естігендерің бар ғой, сүйінші деп сұрап жатады. Яғни жақсы жаңалықты жеткізу сүйінші дегеніміз. 9-шы есепте қай суреттегі үшбұрыштар саны артық? Ойлан тап дейді. Бірінші үшбұрышты санап көрейік. Жалпы сыртмен 1 үшбұрыш, 2 үшбұрыш, 4 үшбұрыш, мынаумен 5 үшбұрыш, мынаумен 6 үшбұрыш, мынаумен 7 үшбұрыш, 8 үшбұрыш, 9, 10, 11, 12. Яғни көк үшбұрыш. Бірінші үшбұрышта қанша үшбұрыш бар екен? 12 үшбұрыш бар екен. Екінші үшбұрышта 6 үшбұрыш дейді, санап көрейік. Жалпы сырты 1 бұрыш, 2 бұрыш, 3 бұрыш, 4 бұрыш, мынауымызбен 5 бұрыш, мынауымызбен 6 бұрыш. Дұрыс екен балалар. Балалар, олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.